Тақырып: Алаш арыстары тіл туралы. Діни мазмұндағы сөздер. Алаш қозғалысы 20 ғасырдың басында қазақ халқының тәуелсіздігі, мәдениеті, тілі, жері үшін күрескен ұлттық демократиялық қозғалыс. Алаш арыстары қазақ тілін ұлттың даму негізгі тірегі, рухани коды деп түсінді. Олардың еңбектерінде тілдің дамуы, оқытылуы, жазу мәселесі, ұлттық мәдениетті сақтау идеялары кең қамтылған. Алаш зиялыларының тіл туралы ойлары бүгінгі қазақ тіл білімінің терминологиясы, орфографиясының іргетасына айналды. Алаш қайраткерлері үшін тіл ұлттық болмыстың өзегі. Ахмет Байтұрсынұлы: тілі жоғалған халықтың өзі де жоғалады. Бұл сөз алаш идеясындағы тілдің орнын айқындайды. Тіл елді сақтайтын күш, ұлттың тұтастығын қамтамасыз ететін рухани негіз. Міржақып Дулатұлы: ұлтқа тілінен қымбат нәрсе жоқ. Әлихан Бөкейхан: қазақ ежелден тілге бай халық, өз тілін жоғалтқан ел, жоғалуға бет алған ел. Діни мазмұндағы сөздер. Белгілі бір дінге, сенімге, құлшылыққа, діни рәміздерге, қасиетті ұғымдарға қатысты қолданылатын лексикалық бірліктер. Олар көбінесе араб, парсы тілдерінен енген. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: Абай өлеңдерін тыңдаңдар. Діни мазмұндағы сөздерді тауып, оларға дыбыстық талдау жасаңдар. Дескриптор: Абай өлеңдерінен діни мазмұндағы сөздерді дұрыс табады, таңдалған сөздерге дыбыстық талдау жасайды, талдауды нақты, толық және жүйелі түрде жеткізеді. Екінші тапсырма: әр қайсың өздеріне ұнаған сөзді жалғастырып, ой өрбітіп, дәлелді тұжырымдамалар айтыңдар. Дескриптор: өздеріне ұнаған сөзді дұрыс таңдап, оны логикалық түрде жалғастырады. Ойларын дәлелді, нақты және түсінікті түрде жеткізеді. Үшінші тапсырма: мәтіндегі ойды ауызекі стильді қолдана отырып, жеке оқушы болып монолог түрінде баяндап беріңдер. Дескриптор: мәтіндегі ойды ауызекі тілмен дұрыс және түсінікті жеткізеді. Монолог түрінде жеке пікірін қосып, сөйлемдерін логикалық түрде құрастырады.